көшіп қонып жүрген, иә? Қазірде мысалға әжелеріміз шайды не қойып ішкен жақсы көреді? Самовардың шайы қандай болады? Қандай болатын сияқты, иә? Қазір сендер мамаларға қояды ма самоварға? Қоймайды, неге қойып ішеміз қазір? Газға бар. Ал бүгін біз балалар сабағымызда самоварды шайын ішіп отырып, сабақ өтетін боламыз. Олай болса, тақтада кеселер көріп тұрсыңдар, иә? Бір-біреуін де ала қойыңдар. Шумамайды. Балалар артында нөмір бар. Сол нөмірленген бойынша бір дегендері бірінші топқа, екі дегендері екінші топқа отырады. Аласа, аласа. Еш. Үш. Болып отырағанда екінші топқа. Екінші топқа. Болды, отыра ойындар, болды ішталамыз. Кеселеріңді қасы алдарға қойып қойыңдар. Топқа бөлініп алды, балалар. Енді біз топтың атын білуіміз керек. Ол үшін бала сендерге мен қазір бір сиқырлы конверт таратам. Сол сиқырлы конверт ішінде берілген тапсырманы орындайсыңдар. Бұл математика сабағымен байланысты көбейту кестесі рет-ретімен аша қойыңдарды. Рет-ретімен теңдеген мәнін табасыңдар көбейту кестесін. Қанып отырады, шуламаймыз. Рет-ретімен көбейту кестесі. Сол кезде әр топ өздерінің аты шығады. Мәнін тапсаңдар. Şuradan da atarız. Burası diğer kelisi var. Kelisi, Hadi sen çıkıyorlar. Onda senlerin doktorların adı kömür oldu vallahi. Bizde kosumşa. Kosumşa. Жарайды. Тапсырмалар жинап, неге сала қойыңдар? Екінші топқа кетеді. Таратып беріп отырады. Түсінікті ме? Олай болса сабаққа қалай қатысамыз? Қатысып отырады екенбіз. Жарайды, балалар. Енді әр топ өздерінің аттарын, мысалы сендер түбір тобыма, түбір туралы не айтасыңдар? Кім айтады? Түбір туралы не айтасыңдар? Түбір дегеніміз не екен? Түбір дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін бөлігін, мағыналы бөлігін түбір сөз немесе түбір сөз деп айтамыз. Жарайды. Келесі, мысалы ертіп жіберекші, мысалысын ертіп жіберіңдер. Кез келген сөз айта ғой. Дәптерлер. Түбір қайсысы? Дәптер, қосымшасы, лер. Тағы айтар. Осы топтарын ал. Бәріміз қосып отырамыз еді қой балалар. Алуан деген өзі жеке түбір. Алуан түбір сөзі қосымшасы? Жоқ. Жарайды. Ере жайттан. Келесі, екінші топ балалар. Сендердің топтардың аты? Қосымша болды. Ал қосымша туралы не айтасыңдар? Ал, айта ғой. Қосымша түбірді жаңан аттың сөзі қосымша деп бөлікті, е? Бөлікті қосымша деп атаймыз. Мысалы жетешін ешкен кезінде? Мысалы, дәптер оған лерді қосса, дәптер лер. Сонда түбірі? Дәптер қосымшасы лер. Тамаша болады. Тағы кім айтады кәні? Ал, тағы? Кітаптар. Ал түбірі? Түбірі кітап, ал қосымшасы кітаптан. Тар, дұрыс мағынды, жарайсың болды. Еннің мазмұнын ашатын болады екенсіңдер. Енді осы түбір мен қосымшаның айырмашылығын кім айтып береді? Қай топты оқушылар? Басқа? Айырмашылығы айтып жатырмыз. Айырмашылығын кім айтып береді? Ал, дәл. Қосымша жеке тұрғанда ешбір мағына берілмейді, ал түбір береді. Түбірдің сонда түбір сөзі несі болады екен? Мағынасы. Ал кез келген бір не айтыңдаршы? Қосымша айтыңдаршы? Доптар. Түбірі қай сөз? Доп. Қосымшасы? Тар, е? Тар деген сөздің мағынасы бар ма? Жоқ. Ал доп дегенді? Не ол доп деген? Не жауап берсін балар? Доп деген не? Доп дегеніміз
отырамыз. Біз сабағымызды әдеттегідей миға шабуылмен бастаймыз. Әрбіріміз орнымыздан тұрамыз. Бірге жасаймыз, балалар. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Тезірек жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Бұның пайдасы біздің миымызды не істейді, балалар? Дамытады, жақсартады, ойлау қабілетімізді арттырады деген кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі. Бас бармақ, сұқ саусақ. Сұқ саусақ, бас бармақ. Бас бармақ, сұқ саусақ. Тезірек істейміз кәні. Бас бармақ, сұқ саусақ. Сұқ саусақ, бас бармақ. Бас бармақ, сұқ саусақ. Бас бармақ, сұқ саусақ. Келесі. Шыңдар әдісі. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі. Мынау? Қоян. Түлкі. Кеттік. Қоян, түлкі. Түлкі, қоян. Сол қосымшаны жазып оқып бересіңдер. Ән тоқтасы түсіндеңіз. Топ ережесін сақтаймыз. Кезек-кезек арасында беріп. Кезек-кезек. Білмей қандыға көмектесіп жіберді. Бұндан да кеземіз. Жарайсыңдар. Бірінші топ болып қойды балалар. Екінші топ. Болыңдар. Бірінші топ шыға ойында тақтаға. Келі ойында. Әлия келі ойында. Болды. Әлия шығар. Сырым шығар. Әкелі көпсі маған өте. Келі ойында. Маған оқы келі ойында. Келі ойында. Екінші топ болыңдар ма? Қазір қоятындар. Ақ қоғи қой екеу. Екеу бар шыға ойында. Бір дәресін отырамыш. Екі кесі бол айта olsun. Екеу екеу. Кезек-кезек бірдіңде бұл түсіндіріп айтасыңдар. Түбірі қыз. Ағашта. Та деген қосымша деп айтсай сырым. Қосымша. Келесі. Ағаштан ағаш түбірі тар қосымшасы. Келесі оқиға сырым. Шана мен түбірі шана қосымшасы мен. Қыныш. Қар түбірі дар қосымшасы. Терезеге түбірі терезе қосымшасы деге. Ге, Топпен қосымшасы топ. Түбірі доп. Түбірі доп қосымшасы пен. Спортшы түбірі спорт қосымшасы ша. Ша, отыра қойды, тұрмаша. Түбірі білек. Оқы, шыма қалды. Оқы. Білекті бірді шығар. Келесін оқы бер. Білімді мұнды шығар. Қандай жалға жолдарды айта қой. Айтса ербейді, білікті дегенде қандай жалға жолдарды? Түбір қайсысы? Білек. Біліп, жалғаған. Қосымшаны айтса енді? Қосымшасы т. Екіншісінде? Түбірі бір, ал қосымшасы д. Білім, қосымшасы д. Екінші мақалды оқиды қой. Кім оқиды? Төре оқиды. Альбина бері қарап тұршы. Қарап болыңыздар, анаға қарап қызыздар. Ал, қандай қосымша қойдың? Әке деген түбірі, есі... Е деген қосымша. Ана түбірі... Отыра қойды. Отыра қойды балалар. Келесі балалар. Балаларға бір сурет бастадым. Мысалы, қараңдаршы. Қыз суретке қарап не тұрған болады? Шуламайды балалар. Тиш. Шуламаймыз. Шуламаймыз. Ал. Жерде сөй не істеп отыр балалар? Аяла аққарға оранды. Не істеп отыр сонда балалар? Ойнап жатқан балаларды суреттер екен. Балалар онда қалай істейміз? Сендер осы суретке ат қоясыңдар. Әңгіме құрастырасыңдар, әңгіме құрастырыңдар. Қақы ма? Ал, сендер де сөйте қойыңдар балалар, Ал, сөйте қойыңдар. Тақырыбы қыс қойыңдар ма?